20 жыл бұрын әлемдегі ең бай адам шамамен 40 миллиард долларға ие еді. Ал бүгін бұл сан 400 миллиардтан асады. Бұл тек инфляция емес, байлықты жинау мен салық салу ережелері түбегейлі өзгерді. Нәтижесінде ультрабайлар мен қарапайым халық арасындағы алшақтық күрт артты. Қарапайым адамдар өзінің әр айлығынан салық төлесе, миллиардерлер өз байлығын өсіріп, салықты мүлдем төлемейді десек болады. Мұның қалай болатынын қарастырайық. Сіз жұмыс істеп, жалақы аласыз, ал үкімет оның бір бөлігін салық ретінде алады. Табысқа салынатын салық жоғары табыс тапқандар үшін 37%-ға дейін болуы мүмкін кейбір елдерде. Бірақ ультрабайлар дәстүрлі мағынада ақша таппайды. Оның орнына олар активтерге ие, яғни акциялар, жылжымайтын мүлік, компаниялар, бұлардың құны да уақыт өте келе өседі. Бұл капиталдан түскен пайда, және ол жалақыға қарағанда әлде қайда төмен салықпен салынады. Бірақ ең басты айла, олар тіпті сол активтерді сатпай-ақ ақшаны қолдана алады. Мысалы, Илон Маскты алайық. Ол Twitter'ды 44 миллиард долларға сатып алғанда, банктен қолма-қол ақша алған жоқ. Оның орнына Tesla акцияларын кепілге қойып, несие алды. Осылайша ол акцияларын сатпай-ақ миллиардтаған доллар алды, және оған капиталдан түскен пайдаға салық төлеуден құтылуға мүмкіндік берді. Бұл ультрабайлар үнемі қолданатын әдіс, активтерін кепілге қойып, ақша алу және салық төлемеу. Бұл тек акцияларға қатысты емес. Сол әдіс жылжымайтын мүлікке де қолданылады. Бай адамдар мен ірі инвесторлар қымбат үйлерді сатып алады. Онда өмір сүру үшін емес, қаржы құралы ретінде пайдалану үшін. Осы үйлерді кепілге қойып, олар банктен жаңа несиелер алады және салық төлемейді. Мұнда ең қызығы, ірі корпорациялар немесе инвесторлар осы мүлікті сатып алу үшін қарыз алған кезде сол несиелер бойынша төлейтін пайыздар іс жүзінде коммерциялық шығындар ретінде есептен шығарылуы мүмкін. Бұл олардың салық салынатын кірістерінен шегере алатынын білдіреді және салық ауыртпалығын одан әрі төмендетеді. Ал қарапайым адамдар жылжымайтын мүлік бағасын шарықтауына, несие пайыздары мен баспана алудың түрлі қиындықтарына тап болады. Байлар кірістерінен салық салудан жасыру үшін тағы бір әдісті пайдаланды: корпоративтік шығын есеп шоты. Яғни олар жеке ақшасын жұмсамай-ақ барлық шығындарын өз компаниясының есебінен төлейді. Бұл шығындар заң бойынша компанияның пайдасынан шегеріліп, салық басқармасы қадағалай алатын салық салынатын кірісті азайтады. Мысалы, егер бір миллиардер 10 мың долларға бизнес класспен ұшатын болса, оны өзінің жеке қаражатынан төлеудің орнына компания шығыны ретінде рәсімдейді. Егер ол ұшақ билетін өз айлығынан алса, онда 37%-ға дейін салық салынар еді. Бірақ бизнес шығыны ретінде бұл ақша мүлдем салықтан босатылады. Осылайша қарапайым адамдар өз табыстары үшін салық төлесе, миллиардерлер заңды түрде салықтан құтылып кете алады. Ендеше, неге үкімет салықтарды жай ғана көтермейді? Мәселе мынада: ақша қозғала алады. Егер мемлекет байлардан тым көп салық талап етсе, олар бизнестерін немесе активтерін басқа елдерге көшіруі мүмкін. Ең бай адамдардың жеке қорлары бар, немесе салықтан босатылған аймақтарға көшеді. Ал тіпті жоғары салықтар ұсынылған кезде лоббистік күштер салық заңнамасын әрқашан айналу жолдарын қалдырады. Кейбіреулер байлық салығын енгізуді ұсынады, яғни миллиардерлер өз активтердің 1%-ын жыл сайын төлеуі керек. Басқалар акциялар мен несиелеуге шектеу қоюды талап етеді. Бірақ бұл шаралар жұмыс істейме? Кейбіреулер мұндай саясат ультрабайлардың қаржыларын шетелге шығаруға итермелейді деп санайды. Басқалары әділетті салық жүйесі экономикалық тұрақтылықты арттырады деп есептейді. Бірақ шыны керек, бұл өте күрделі мәселе. Америкадағы байлық теңсіздігі тек кімнің ақылды немесе еңбекқор екенін анықтайтын нәрсе емес. Бұл қаржы жүйесінің қалай құрылғанына байланысты. Қарапайым адамдар жалақыларынан салық төлейді, ал миллиардерлер акцияларды, жылжымайтын мүлікті және салық заңнамасындағы іліктерді пайдалана отырып, байлықтарын салықсыз көбейтеді. Бұндағы үлкен сұрақ: біз мұны инновация мен экономикалық өсудің құны ретінде қабылдауымыз керек пе, әлде үкімет араласуы керек пе? Егер араласса, қандай әрекеттерді қолдануы мүмкін? Өз ойларыңызды пікірге жазыңыз.